күш жинайтын уақыты. Бірақ соңғы жылдары көп адам таңертең шаршап тұрады. Ұйықтаса да демалмағандай күй кешеді. Оның себебі неде деп ойлайсыз? Көп жағдайда бұл ұйқы алдындағы бір зиянды әдетке байланысты. Негізгі бөлім. Ең жиі кездесетін және зиянды әдет ұйықтар алдында телефон шұқылау. Кешке төсекке жатып алып, әлеуметтік желіні ақтару, видеолар көру күнделікті дағдыға айналған. Бірақ бір көк жарықтың зияны телефон немесе планшет сәулесі миды алдайды. Ол күн әлі батпаған деп ойлайды. Соның әсерінен ұйқы гормоны мелатониннің бөлінуі тежеледі. Нәтижесінде сіз ұзақ ұйықтағанмен ағза толық тынықпайды. Ми тынықпайды. Қызықты видеолар, жаңалықтар, эмоциялық мазмұн миды белсенді күйде ұстайды. Бұл ұйықтар алдында миды тыныштандырудың орнына оны қайта ояту болып саналады. Жүйке жүйесі әлсірейді. Экраннан соң бірден ұйықтау жүйке жүйесіне қосымша қысым түсіреді. Ұйқы үстінде дене шаршап оянады. Ұйқының сапасы төмендейді. Терең ұйқы фазасы азаяды. Бұл адам өзін таңертең сергек сезінбейтін басты себептердің бірі. Қорытынды. Ұйқыға жатардан кем дегенде 1 сағат бұрын экранды өшіріп, телефоннан алыстау қажет. Оның орнына кітап оқыңыз. Жеңіл музыка тыңдаңыз. Терең тыныс алу жаттығуын жасаңыз. Мұндай шағын өзгеріс ұйқыңызды жақсартады, ми мен дененің шынайы тынығуына жол ашады. Денеңіз сіздің басты капиталыңыз. Қарапайым әдеттер арқылы оны сау ұстауға болады.